Мен Риза Оралханқызы, Қазақстан азаматымын. 64 жылы 11 айдың 4 күні дүниеге келгем, Жеменей ауданда. Ұлым Ғалымжан 1988 жылы 5 айдың 13 күні туылған. Қытай азаматы. Паспорт нөмірі 65 43 26 19 88 05 13 00 15. Қазақстанның ықтияр қатыменен келіп кетіп жүрген Шинжаң Іле Қазақ автоном облысы Алтай аймағы Жеменей ауданы Топтерек қаласы Шығыс жолы көшесі нөмірі 28 үйде тұрады. Қытайдың жергілікті қоғам қауіпсіздік органы қызметкерлері Банам Ғалымжанның паспортын, төлқұжаттарын тартып алып, 2018 жылы 24 мартта концлагеріне қамап, Қазақстанда тұратын қарындасы Алтынаймен WhatsApp желісі арқылы сөйлескен үшін ұстап отыр. Онымен қоймай, Қазақстан сол қарындасын шақыртып, осы сөйлескендерін дәлелдеп берсін. Біз Қазақстанның азаматына ештеме істемейміз, осыны дәлелдеп берсін деп шақыртты. Дәл сол кездерде осы мына іле жақтан 13 жасар қызды ағасын түрмеден босатамыз деп шақырып алып, о қызды да қамап тастаған. Сол Қытай үкіметінің зұлымдығын қараңыздар. Сол ғана қызымды да сол бірге сол қамамақшы болды. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан, Сыртқы істер министрлігіндегі Қайрат Әбдірахманнан, Бірлескен ұлттар ұйымынан, адам құқығын қорғау органдарынан, Европарламенттерінен, ақш президентінен, дүние жүзі халқымнан, тмд елдерден халқымнан сұрайтын көмегім Қытайдағы концлагеріне қамалған ұлым Ғалымжанды семьясыменен Қазақстанға көшіріп әкеп берулеріңізді өтінем. Мен Жаңа Шайбан, Ғалымжан Қайролланың туған бауырымын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамнан, Ресей президенті Владимир Путиннен, Түркия президенті Ердоғаннан, және де ақш президенті Дональд Трамптан, араб елдерінен, Сауд Арабия елдерінен сұрайтыным. Осы сұрайтыным Ғалымжан Қайролланы концлагерде жатқаннан осы семьясымен бірге осы Қазақстанға әкелулерін сұраймын.